Сенбейсің ал. Бірақ сен осы жерге сиятынсың. Мен сені көтеріп, сенің анаңа біздің балақай бәрінен де жақсы, ол жер бетіндегі ең мықты жігіт болып өседі деп айтқаным. Сен керемет болып өстің. Біздің әр күніміз бақытқа толы болатын. Енді есейіп, өзің өмір сүретін кез келді. Ер жеттің, бірақ байқауымша бір жерде өзгергенсің. Өзіңді жоғалтып алдың. Басқалардың қолыңнан ештеңе келмейді деп сені шеттетуіне жол бердің. Қиындықтар пайда болды, бірден кінәлілерді іздей бастадың. Кінәні маған сыра салдың. Саған жаңалық емес нәрсені айтайын. Бұл әлем сен ойлағандай жайдары әрі жайлы жер емес, өте қауіпті де қатал жер. Сәл ғана әлсіздік танытсаң, ол сені ерекше күшпен басып тастайды, тіпті тұра да алмай қаласың. Мен де, сен де, бұл әлемде ешкім де өмір сияқты қатты соққы жасай алмайды. Сенің қалай ұратының маңызды емес, қандай соққыға төтеп беріп, әрі қарай жүре алатының маңызды. Жүргің келсе тек қана алға, тек қорқыныштан кері қашушы болма, тек солай ғана жетістікке жетуге болады. Егер өз құныңды білсең, бар да керегіңді ал, бірақ соққыға шыдауды үйрен. Жыламсырап жетістікке жете алмадың, себебі анау кінәлі, мынау кінәлі деп айтушы болма. Олай тек қорқақтар ғана жасайды, ал сен қорқақ емессің. Олай болуы мүмкін емес. Мен сені қандай жағдай болса да жақсы көремін. Сен менің ұлымсың, бойымда менің қаным ағып тұр. Мен үшін ең қымбат жансың. Бірақ өзіңе өзің сенімді болмасаң, өмір сүру оңай болмайды.